Құрметті көрермендер, Қамза Есенжанов атындағы облыстық балалар және жасөспірімдер кітапханасы, Қамзатану ғылыми орталығы және Батыс Қазақстан инновациялық технологиялық университеті жанындағы түркітану және алтайтану ғылыми орталығы бірлесе рухани жаңғыру бағытында әртүрлі ғылыми жобаларды қолға алуда. Әсіресе елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың ұлы даланың жеті қыры атты мақаласында көрсетілген түркі өркениеті түп тамырынан қазіргі заманға дейін атты жоба аясында да біраз жұмыстар істеудеміз. Сондықтан осы ғылыми жұмыстардың бір саласы ретінде тіл тарихы, ұлт тарихы бағытында Алтын Ордаға мұрагерлікті тіл бойына іздейік деген дәрісімізді бастағалы отырмыз. Қазақ тарихы, қалың тарих, оқулығы жұп-жұқа бірақтағы деп Қадыр ағамыз айтпақшы, қазақтың тарихы қалың тарих, қазақ тарихындағы аса бір маңызды кезең ол Алтын Орда дәуірі. Өздеріңізге белгілі, биыл Қазақстан Алтын Орда мемлекетінің 750 жылдығын кең көлемде атап өтудеміз. Бірақ бұл датаны бізден бұрын Ресей тарапы бастаған болатын. Соңғы кезде Ресей өз тарихтарын қайта қарап, сонау 12-ші ғасырда ыдырап кеткен Киев русынан гөрі осы Ресей мемлекеттің қалыптасуының негізі болған Алтын Орда мемлекеттігі деген сияқты өз концепцияларын ұсынуда. Әрине бұның да біршама шындығы бар. Ал енді Алтын Ордаға мұрагерлік деген кезде де Ресей тарапы Алтын Орданың мұрагері біз деген өздерінің қағидаларын жариялауда, зерттеулер жүргізуде. Енді осы мұрагерлік мәселесіне келгенде дау талас туындайды кейде. Әсіресе біз қазақ ұлты осы мәселеде біз де мұрагерміз деп айтуымызға толық құқығымыз бар. Себебі осы Алтын Орда, алтын мемлекеттің, алып империяның тарихи тұрғыдан 40% жері Қазақстанның жері. Қазіргі Алтын Орданың астанасы Сарайшық қаласы да біздің қазақ жерінде. Тарихты айтқан кезде біз Қыпшақ мәселесіне соқпай кете алмаймыз. Қазақ тарихында осы қыпшақтану мәселесінде Ақын Жанов, Болат Көмек сияқты ағаларымыз жақсы ғылыми тұжырымдарын ғылыми қауымға ұсынған болатын. 11-ші ғасырда оғыздар күшейді, бірақ оғыздар үлкен бірлестікке жете алмады. 12-ші ғасырда қыпшақтар күшейіп, қыпшақтар конфедерациясы құрылды дейді тарихшы ғалымдар. Яғни 12-ші ғасырда қыпшақтар осы Евразия кеңістігінде гегемондық рөл атқарды, қыпшақ тілі халықаралық тіл дәрежесіне көтерілді. Құршановтың айтуынша 12-ші ғасырда қыпшақтар тарих сахнасының авансценасына шықты дейді. Енді Мағжан Жұмабаев айтады, байырғы қыпшақтардың кең жазира даласының мұрагері қара шаңырағының иесі қазақтар дейді. 11-ші ғасырда жазылған Махмұд Қашқаридің Диуан Лұғат түрік сөздігінде қыпшақ тайпаларының негізгі тілдік белгілерін Махмұд Қашқари былай деп көрсеткен. Қыпшақтар түйенің шудасын жанжу дейді, басқалар янжу дейді. Яғни ж дыбысын айтады. Қыпшақтар сөздің ортасында үйді айтады, қайың дейді, басқалар қадың дейді, қазың дейді. Қыпшақтар сөздің соңында с дыбысын айтады, бас тас дейді, басқалар баш таш дейді. Қыпшақтар сөздің соңында ғ дыбысын айтпайды дейді. Басқалар тарық, суық десе, қыпшақтар тары, су дейді. Міне осы төрт тілдік белгі әлемге шейін біздің қазақтардың аузында бар. Қазақ тілінде сақталған. Яғни байырғы қыпшақтардың заңды жалғасы қазақтар екенін осындай дәлелдеумен біз дәлелдей түсеміз. Енді түркітану тұрғысынан келсек, түркітануда тіл тарихын дәуірлеуде қалыптасқан теориялар бар. Әсіресе 5 пен 10-ші ғасыр көне түркі дәуірі, және осы кезеңдегі ескерткіштер көне түркі тілі ескерткіштер дейміз. 10 мен 15-ші ғасыр орта түркі дәуірі, және осы кезеңдегі ескерткіштер орта түркі тілінде жазылған дейміз. Әрине, орта түркі тілі дегеніміз сол көне қыпшақ тілі болатын. Поляк ғалымы Занишковскийдің сөзі бар, 10-ші ғасырда бір тұтас орта түркі тілі қалыптасты дейді. Мені осы орта түркі кезеңін 10 мен 15-ші ғасырда аралығын біз кейде Қарахандықтар кезеңі деп бөліп қараймыз, және Моңғолдан кейінгі кезең деп бөліп қараймыз. Яғни 13-14-ші ғасыр Моңғолдан кейінгі кезең, яғни Алтын Орда мемлекетінің құрылуы. Алтын Орда мемлекетінің алып империяны құраған хан Батый, одан кейінгі Батыйдан кейінгі Берке, Өзбек, Мөңке сияқты хандардың тұсында да Алтын Орда керемет дамыды, керемет өркендеді, және сарайларында көптеген ғалымдарды, жазушыларды, ақындарды жинаған болатын.
Енді осы Алтын Орда дәуірі кезіндегі мұралар деген үлкен мәселе бар. Алтын Орда кезіндегі жазба ескерткіштерді атап өтсек, олар Құтырдың Құсыра мен Шырыны, Сейф Сарайдың Гүлстан бей Түркиі, Хорезмидің Мұхаммеднамесі, Махмуд бен Алидің Нақшал Фарадесі, тағы басқа да жазба ескерткіштер өте мол. Осы кезеңді зерттеген, әсіресе кеңестік түркітануда біз Эмир Наджибті атап өтеміз. Одан кейін қазақ ғалымдары Берікбай Сағындықұлы, Әжібай Керем, Арсений Ватов осы саланың тілдің жағынан жақсы зерттеді. Алма Құрбаев апамыз әдеби тұрғыдан зерттеді осы кезең мұраларын. Мені осы Нажиптің айтуынша осы кезеңдегі жазба мұралар екі тілдік бағытта жазылған. Біріншісі Оғыз Қыпшақ аралас тілінде, екіншісі Қыпшақ Оғыз аралас тілінде. Шындап келгенде осы далада Қыпшақ Оғыз аралас тілді ескерткіштердің тілдің салмағы өте зор болған, яғни бұл сол көне Қыпшақ тілі, шын мәнінде дұрыстап айтатын болсақ. Міне осы көне Қыпшақ тілді ескерткіштер қазақ тіліне қандай қатысы бар деген сұрақ туындаған кезде біз бұл мәселені тілдік тұрғыдан зерттей түсуіміз керек. Яғни жаңа Алтын Орда дәуірі ескерткіштерін тілдік тұрғыдан, тарих тұрғыдан, әдеби тұрғыдан қарастырғанда біз көбіне сол тілдік тұрғыдан басымдығын айта кетуіміз керек. Мәселен, Әбіш Кекілбаев ағамыз айтады, қазақтың 400 жылдық тарихы бар, дәйекті деректемелі тарихы 2 жылдың көлемінде дейді. Ал антрополог қазақ ғалым Оразақ Смағұлов қазақтың тарихы бір тал шашында деп, қазақтың 400 жылдық сүйегін зерттеп, осы Евразия кеңістігіндегі қазақ ұлты сол 400 жылдан бері келе жатқан биологиялық тип екенін анықтады. Байырғы осы Евразияның халқымыз, тұрғынымыз. Енді Әлихан Бөкейханов қазақ тарихы қазақ әдебиетінде дейді. Бұл да шындыққа жанасады. Ал енді академик Қайдаровтың концепциясына сүйенеміз біз. Қазақ тарихы қазақ тілінде дейді ағамыз айтады. Яғни қазіргі біздің тарихшылар, археологтар тауып жатқан әртүрлі тарихи деректер, археологиялық артефактілер, бұның бәрі жақсы әрине. Бірақ бұл ұлттың сан ғасырлық жүріп өткен жолының мыңнан бір елесі ғана. Шын мәнінде ұлттың тарихы, дүниетанымы, наным сенімі, ішкен тамағы, киген киімі, ұстаған құрал жабдығы бәрі де тілде сақталады. Және тілдегі тұрақ тіркестер мақал мәтелдердің ішінде сақталады деп атап өткен болатын. Шын мәнінде біз көбіміз осы қазіргі айтып жүрген достарымызды осыдан 4-5 мың жыл бұрын біздің ата-бабамыздың айтып жүрген достарын біз қайталап жүрміз. Оны көбіміз байқай бермейміз. Сондықтан осы ескерткіштерді біз тілдік тұрғыдан зерттегенде нағыз шындықтың куәсі боламыз. Мәселен, осы жазба ескерткіштерді қазақ тілімен салыстырып зерттеудеміз біз, сонда көптеген сөздердің, яғни тұлғасы да, фонетикалық дыбысталуы да, мағынасы да тура қазақ тілімен толық сай келетін көптеген сөздерді анықтадық. 500-ден астам сөздерді анықтадық. Олардың өзі, әр сөздің өзі 20-30-ға шейін жиілікпен қолданылады. Олардың ішінде зат есімдерде, сын есімдерде, сан есімдерде көп. Адым, азық, ай, алма, ала, сары, кең, тар, төк, 90 деген сияқты. Міне бұл да тура қазақ тіліндегі қалай айтылады, ескерткіштерде солай айтылған. Енді келесі бір мәселе, қазақ тілінің материалдық мәдениет лексикасының қалыптасуының бір арнасы да осы Алтын Орда дәуірінің мұраларында жатыр. Осы жазба ескерткіштерден байқағанымыз, ата-бабаларымыздың баққан малын біз әлі бағып жүрміз. Мәселен, Алтын Орда жазба ескерткіштерінде ат, бағлан, йылқы, оғлақ, сығыр, тебәк, қысырақ, қозы, қой. Сәл-пәл дыбыстық өзгерістер бар. Сығыр деген сиыр, оғлақ деген лақ, йылқы деген жылқы екенін байқап отырсыздар. Ата-бабамыз таққан әшекейлерін, асырға yüzük тағып жүрміз. Ыдыс аяқтарын, аяқ, ызыс, бычақ, чанақ, чөмшақ, қазған, қашық пайдаланып жүрміз. Үй іші мүліктерін, ашқыш, бешік, ястық, йоғырған, яғни бұл йоғырған көрпе деген сөз. Киіз, кілем, сыпыртқа тұтынып жүрміз. Киген киімдерін, тон, чапан, кәмәр, құр, кафтан, көңлек, бөрік, башпақ киіп жүрміз. Киім тігілетін материалдарын бөз, юң, чүбірақ, қайыш, атлас, ебек, көн, мамық, тері, еңбек құралдарында балта, бұрғу, ырғақ, көрік, тарғақ, тарақ яғни, тырнауыш, арава, еп, тұзақ, чәлек, қазық, қоңырау қолданып жүрміз. Ішкен жеген тамақтарын
аш, ет, бал, йогурт, сарқот, тұз, ұн, қаймақ, сүт іше береміз. Бұның өзі этномәдени сабақтастықты көрсетеді. Түркі тілдерінде түбір аса күрделі құбылыс. Қазақ тіліндегі 3000 бір буынды түбірді академик Қайдаров бізге көрсетіп кеткен болатын. Осы түбірлер кейде көмескіленеді, кейде өлі түбірге айналады. Мына тіл білімінде өлі түбір деген ұғым бар, бірақ түбір өлмейді мүлде. Ол көмескіленіп көрінбей, өзінен кейінгі туындаған сөзге өзінің мағынасын беріп тұрады. Яғни кәдімгі өсімдіктің тамыры іспеттес. Осындай түбірлерді қарастырсақ, мәселен, қазіргі қазақ тіл тұрғысынан түбір мен қосымшаға жіктей алмайтын сөздерді біз тарихи тұрғыдан, диахрондық тұрған түбір мен қосымшаға жіктесек, сол түбірлердің қазақ тілінде өлі түбір күйінде болғанымен, Алтын Орда дәуірінде дербес сөз ретінде қолданғанын көруге болады. Мәселен, сындыр деген сөздің түбірі с, айт деген сөздің түбірі ай қолданылады ескерткіштерде. Мәселен, бодан деген сөзді алайық мысалы. Бодан деген сөзді біз орыстың подданный деген сөзінен алған шығарымыз, соның бір нұсқасы, бір варианты шығар деп те кейде айтамыз. Шынымен де будын бұл өзіміздің түркінің сөзі, көне түркі тілінде де қолданған, будын деп, қарағалық деген сөз. Бұның түбірі кейде бот, боз, бой түрінде де қолданады. Сонда бот түбір, ан қосымша. Буырқанып бусанды дейді, яғни ашуланғанды. Ал бус, бош түрінде ортағасы ескерткішінде қолданады, бошты. Немесе кебін киген келмейді, кебенек киген келеді деген мақал бар. Осы кебенекті қазір жас ұрпақ түсіне бермейді. Шоқан Уәлихановтың жазбаларында айтылады, кебенек бұл киізден басылған, су өтпейтін, алыс жолға шыққан жолаушының киетін киімі деп. Сондықтан қазақ кебенек киген келеді деп отыр. Яғни осы кебенекті қазіргі тілдік тұрғыдан біз бөле алмаймыз, ал тарихи тұрғыдан жіктеп қарасақ, бұның түбірі кеп, кәп, қап, яғни сырттан киетін киім. Келесі бір мәселе тұрақты тіркестер. Тұрақты тіркестер ұлттық дүниетанымның көрінісі. Фразеологизмде тілдің көркемдігін, суреттемелігінің, бейнелігін көрсететін құрал. Және бұлардың қалыптасуы да ұзақ үдеріс. Яғни қазіргі қазақ тіліндегі тұрақты тіркестердің негізі сол орта ғасырларда қалыптасқан. Алтын Орда дәуірінде қалыптасып, бізге дайын күйінде жетіп отыр. Мәселен, тіпті мақал мәтелде де солай. Біреуге ор қазба өзің түсесің деген мақал бар. Ал орта ғасырда ол ор қазу деген тұрақты тіркес. Ал көне түркі дәуірінде түркілердің, ежелгі түркілердің ор қазып аң аулағанын біз жақсы білеміз. Сонда бұл мақалдың осы қалыптасу жолын байқаймыз. Ал енді фразеологизмдерге келетін болсақ, мәселен, Алтын Орда дәуірінде 14-ші түннің толған айы дейді. Яғни сұлу қызды суреттейді. 14-ші түннің толған айы деп. Қазақта 14-інде толған айдай дейді. Міне осы тұрақты тіркес ежелден келе жатыр. Сонымен қатар yüzін ерге қойып, яғни жүзін жерге қойып, ұялу, yüzін суын төгіп дейді. Қазақта айтады, беттің суын 5 рет төктік деп. Немесе 7 ықылым ішінде, 7 ықылым ішінде. Міне осы тұрақты тіркестер шын мәніндегі Алтын Орда дәуіріндегі тұрақты тіркестердің қолданылуы қазір қазақ тілінде сол күйінде қолданып келе жатырмыз. Міне бұл қазақ тілі мен көне қыпшақ тілінің толық сабақтастығын, жалғастығын көрсетеді. Келесі бір мәселе, енді әдеби тұрғыдан да біз айтпай кете алмаймыз. Биыл ұлы Абай ақынымыздың 175 жылдығын атап өтудеміз. Біз көбіне Абайдың 3 мектебін, яғни қалыптасу, нәр алған мектебін атаймыз көбіне. Біріншіден ауыз әдебиеті. Абайдың тал бесікте жатқанда бойына сіңген Кәусар бұлақ тұнық. Келесі Абайдың шығыс мектебі, яғни Фузули, Шамси, Сайхали, Хожа Хафиз, Бұхамаси деп 13 жасынан Фирдауси бастаған шығыстың атақты 7 шаяны тағылым алады. Келесі мектебі ер жетіп орыс тілін үйреніп, орыс әдебиеті, одан кейін Батыс Еуропа әдебиетінен тағылым алды. Міне бұл Абайдың 3 мектебі. Сонымен қатар Абайдың 4-ші мектебінің көбіне біз айтпай кетеміз, ұмытып кетеміз. 4-ші мектебі орта түркілік жазба әдебиет. Яғни сонау Махмұд Қашқаридың диван лұғат түргінен, Жүсіптің құдатқу білігінен үзілмей келе жатқан ежелгі дәуір әдебиеті. Осы әдебиеттен Абай тағылым алды, тәлім алды. Ал енді құдатқу біліктің Абайдың кітапханасында болғандығын шәкәрім жазбалардан біздің Абай танушы Мекемтас Мырзахметов ағамыз дәлелдеп берген болатын. Енді осылардың арасында сабақтастықты қарасақ, мәселен, құдатқу білікте бірінші орында ақыл, білім, қанағат,
адам кейпінде сұхбаттасып үгіт насихат жүргізеді. Абай атамыз айтады, талап еңбек терең ой, қанағат рахым ойлап қой дейді. Яғни сол құтат көбіліктілі айтылған ойды бізге эстетикалық тұрғыдан жаңартып, түсінікті қылып жеткізіп тұр. Сонымен қатар алтын орда дәуіріне келетін болсақ, Гүлстан Байтүркиде ілім екі жаһан көркі дейді. Абай айтады, дүниеде өзі, малды өзі, ғылымға көңіл бөлсеңіз, білгендердің сөзіне махаббатпен ерсеңіз дейді. Немесе Махмуд бин Алидің Нақшал фанадесінде ақыл ве әдеп белән тіріккіл дейді. Ақылмен және әдеппен өмір сүр дейді. Абай атамыз жігіттер ойын арзан күлкі қымбат өлегенде керегіс бозбалаға талаптылық, әртүрлі өнер мінез жақсы қылық дейді. Міне осы даналықтың тамыры Абайдағы осы алтын орда дәуірінде жатыр. Енді Абайдың бір ұлылығы неде? Ол көбіне әдебиетшілеріміз айтады, яғни әдебиетте бұрын соңды болмаған айшықты сөз тіркестерін әкелді дейміз. Жазба әдебиетті жаңа биікке көтерді. Өлең сөздің патшасын өзі тағына отырғызды. Абай өлең сөздің патшасы, сөз сарасы, қиыннан қиыстыры ер данасы деп өлеңге талап қойған. Өзі де сол талапты орындай білді. Әсіресе Абайда кездесетін керемет тіркестер бар. Көңіл құсы, құйқылжыл шартарапқа, адам ойы түрленіп ауған шақта дейді. Осы көңіл құсы деген тіркес ол Құтыптың Құсыраушының поэмасында кездеседі. Сынып көңіл де Құтыптың Құсыраушының поэмасында қолданылады. Сынып көңілім көп кешер, майда қолмен ұстасаң дейді Абай. Абай осы көңілдің күні, көңілдің жайлауы деп оны мың сан құбылтып, одан сайын дамыта түседі. Немесе жас жүрек жайып саусағын талпынған шығарай қалсы дейді Абай. Жүректе саусақ бола ма дейміз. Ал орта ғасырда жаңа Құтыптың Құсыраушының поэмасында айтылған елік көнденді, елік саусағы дейді. Елік деген қазіргі ел деген қазіргі түрік тілінде қол. Міне Абай бүкіл көркемдікті де, даналықты да өзіне дейінгі орта түрік әдебиеттен алып отыр. Соны бойына сіңіріп, қазақ халқына, қазақ дүниетанымына лайықтап, эстетикалық тұрғыдан бізге жеткізе білді. Абайдың ұлылығы осында. Енді сөзімізді қортайтыр болсақ, осындай тарихи деректерге, тілдік әдеби деректерге сүйене отырып, байырғы қыпшақтардың заңды жалғасы қазақ ұлты, байырғы алтын орда мемлекетінің заңды мұрагері қазақ ұлты, Қазақстан Республикасы деп айтуға толық негіз бар.